Петропавлда 5-15 түнгі клубында төбелес болып, салдарынан 2 адам ауыр пышақ жарақатымен ауруханаға түсті. Бұл орын жиі болатын төбелестермен белгілі дейді қала тұрғындары. Оқиға 20 жастағы жігіт пен кәмелетке толмаған азамат арасындағы түсініспеушіліктен басталған. Жағдай тез арада өрби түскен. Жасы үлкендегі залдың ортасында жұдырығын ала жүгірген. Күзетшілер мен куәгерлер оларды ажыратып үлгерген. Ол жайттен кейін жасөспірім кетіп қалып, көп ұзамай клубтың кіреберісіне қайта оралған. 20 жастағы жігіт ғимаратқа қайта кірмек болғанда, жасөспірім оның артынан бүлдіртпей келіп, оң жақ санына 4 рет, оң жақ иығына 3 рет пышақ сұғып алған. Ішкі істер министрлігі заң мен тәртіп қағидатын іске асыру аясында есірткі қылмысына қарсы күрес және оның алдын алу бағытындағы жұмыстарды жалғастыруда деп хабарлайды полиция газеті. Биылғы жылдың алғашқы 7 айында елімізде 4,5 мың есірткі құқық бұзушылығы тіркелді. Заңсыз есірткі айналымына қарсы жүргізілген жұмыстардың нәтижесінде 17 синтетикалық есірткі өндіретін жасырын цехтың қызметі тоқтатылды. Сонымен қатар 7 ұйымдасқан қылмыстық топтың жолы кесіліп, оларға қатысты 12 қылмыстық іс қозғалды. 9 ұйымдастырушы мен 41 қатысушы ұсталды. Есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл барысында заңсыз айналымның 865 келі есірткі заты тәркіленді. Бұл миллиондаған доза есірткінің заңсыз айналымына түсуіне жол берілмеген белгіледі. Жасөспірімдерде есірткі ортасын тарту мәселесі ерекше назар аударылды. Жыл басынан бері 55 кәмелетке толмаған ұсталды. Олардың 32-сі есірткі өткізген байланысты әрекеттерге қатысы бар. Алматы облысында ұйымдасқан қылмыстық топтың 17 мүшесі 800-ден астам көлікті тіркеу есебіне заңсыз қойғаны үшін сотталды. Сот олардың әрқайсысына қылмыстағы рөлі мен қатысу деңгейіне қарай 2 жылдан 11 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасын тағайындады. Мемлекетке төленбеген тіркеу және өтел алымдарының жалпы сомасы 6,6 миллиард теңгеден асты. Тіркеу барысында Қаржы мониторинг агенттігінің Алматы облысы бойынша департаменті қылмыстық топтың 2 жыл бойы белгіленген талаптарды айналып өтіп, автокөліктерді заңсыз тіркеумен айналысқанын анықтады. Алғашқы кезеңде схемаға қатысушылар техникалық регламент талаптарын бұза отырып, Қазақстанға келген 642 жүк көлігін заңсыз тіркеген. Кейін қылмыстық әрекет жеңіл көліктерге қатысты осар көліктерді тірілту деп аталатын схема бойынша жалғасқан. Заңсыз әкелінген көліктер Қазақстанға бұрын тіркеліп, кейін есептен шығарған көліктердің VIN кодтары берілген. Осы тәсілмен тағы 209 көлік тіркелген. Түркістан қаласы Нахипов көшесінде орналасқан 2 қабатты жекеменшік мектеп ғимаратының шатыры өртенді. Құтқарушылар оқиға орнына шақыртудың жоғарғы дәрежесі бойынша жұмылдырылды. Өртті сөндіруге төтенше жағдайлар министрлігінің апаттар медицинасы орталығының шамамен 35 қызметкері және 9 техникасы қатысты. Оқиға орнында өрт сөндіру жедел штабы құрылып, жұмыстарды жүргізу үшін судың үздіксіз берілуі қамтамасыз етілді. Өрт толығымен сөндірілді. Зардап шеккендер жоқ. Өрттің шығу себебі анықталуда. Төтенше жағдайлар министрлігі қызметкерлері түтін басқан үйден 127 адамды құтқарып эвакуациялады. Алматы қаласы Бостандық ауданы Абай даңғылы бойындағы 16 қабатты тұрғын үйдің 9-шы қабатында орналасқан пәтерде жиһаздың жануы орын алды. Оқиға орнына құтқарушылар шақыртудың жоғарғы дәрежесі бойынша жіберілді. Алғашқы өрт сөндіру бөлімшелері келген кезде кіреберістегі қою түтін басқан анықталды. Төтенше жағдайлар министрлігі қызметкерлері тұрғындарды дереу эвакуациялауға кірісті. Оқиға орнында өрт сөндіру жедел штабы құрылды. Газ түтіннен қорғау қызметінің буындары тұрғындарды құтқару және эвакуациялау жұмыстарына жіберілді. Сонымен қатар жұмыстарды жүргізу үшін өрт сөндіру автосатысы орнатылды. Жедел қабылданған шаралардың нәтижесінде түтін басқан аймақтан баспалдақ маршы арқылы 42 адам эвакуацияланды, ал құтқару баспалдақтарының көмегімен 85 адам, оның ішінде 4 бала құтқарылды. Өрт сөндірілді. Қарағанды қаласы Қазыбек би ауданындағы Молоков көшесінде маңызды кәріз жүйесін тарту мақсатында жүргізілген жер қазу жұмыстары кезінде 2003 жылы туылған жұмысшына топырақ басып қалған. Оқиға орнына жедел жеткен төтенше жағдайлар министрлігі жедел құтқару жасағының қызметкерлері жұмысшылармен бірлесіп, су мен топыраққа толған шұңқырдан зардап шеккен азаматты шығарып алды. Құтқару жұмыстары аяқталғаннан кейін ер адам жедел жәрдем бригадасына тапсырылды.